Үшіншісі не? Үшіншісі қайтсек алаштықтар шығарамыз. Мынау біздің Ахмет Байтұрсынұлы ақсақалымыз Әлихан Бөкейхандардың, Әлиханның Ресейде Орман шаруашылығы институтының экономика факультетін бітірген, 8 тіл біліп шыққан сол кезде. Сол кім Әлихан сол оқуға не үшін барған білесіздер ғой, ертең қазақ тәуелсіздік алып қалса, орманды жерде, тауылда, теңіздің үстінде шекараны қалай бекітеміз деген ниетпен хабарымыз болу керек, сауатымыз болу керек деген мақсатта ғана барған ғой ана жерге. Ал солардың бәрін тірілткен ыбырайлар еді ғой, осы Ахметтердің, Әлихандардың бәрін тірілткен ыбырайлар тұғын. Ыбырайды Ресей қазақтарды христиан қыл деп оқытып, христиан қыласын деген тапсырмамен жіберген. Сөйтіп, мен былтыр Торғайға әдейі ыбырайды іздеп бардым. Серікбай Оспанов деген профессор кісі бар, осы ыбырай танушы кісі. Соған барып әңгімелескенде ол кісі айтты, ыбырай дүниеден өтетін кезінде оны кейбір қазақтар шоқынып кетті деп айтқан екен. Орыстардың тапсырмасымен қазақтарды христиан қылу керек болған ғой, ол ше негізінде. Жарайды деп, олардың жіберген кресттерін алып, үйінің ішіне көме берген екен ғой. Қазақтарға беріп атын, бірақ олар сыртқа көрсетпейді, мына киімнің ішінде тұрады деген сияқты қылып та. Кейін дүниеден өтерген кезінде айтқан екен, менің жаназам 99 имам шығарсыншы деп. Сосын менің үйім ішін қазып алып құртыңдар деген ғой. Кейін үйін қазса бәленбай жәшік крест жатыр ғана ішінде. Сондай қиыншылықта жүріп, елдің баласын оқыту керек, білім көзін ашу керек, мына жерге, елге ие болады деп, барын салған ғой кісілер. Әдейі іздеп бардым мен ыбырай туралы. Сосын мен мынандай сұрақ қойдым. Уақыт боқпаса айтасыздар, бітіре саламыз. Мен мынандай Серікбай Оспановқа мынандай сұрақ қойдым. Аға дедім, ыбырай 14 мектеп ұстаған. Біз қазір бір медресенің өзін зорға ұстап жатырмыз да, қиналып, әрін инстаграмға салып, ойбай картошка әперші, пияз әперші деп жаңағы. Бір қап цемент берші деп ше, мысалы. Ол 14 мектепті қалай ұстаған десем, оның Балқожа деген атасы дейді, ана Шеген деген тағы нағашы атасы бар. Сол Шеген ауылдың биі, ана Балқожа, Шеген бәрі ақылдасып, ыбырайға айтқан екен, сен оқуың жақсылап оқып кел, сен оқып келген кезде біз саған керек нәрсені дайындап қоямыз деп, 300 асыл тұқымды жылқы дайындап қойған екен ыбырайға. Ыбырай сол жылқыларды сатып отырып, көбейтіп, әрі сатып отырып, 14 мектеп, біреу кәсіптік, біреу қыздар мектеп, қалған 12-сі ұлдар мектеп болған. Солын бәрі ұстап отырған. Не үшін десе, балдардың көзін ашу керек, оқыту керек деп. Жаңағыдай. Ал бізде қазір қайтсем қатынын айтқан істеп, қайтсем анау шубасын, қайтсем люстрасын, қайтсек анау тойды жақсылап өткізу, үйдің абой, біз сонымен кетіп қалдық та қазір. Дұрыс, ол керек емес деп жатқан жоқпын. Керек, бірақ бағана сөздің басында айтып кеттім, анау 11 класс оқып жатқан баланың ниетінде, егер біздің ниетіміз осы елге қайтсем шамам келгенше бір пайдам тиіп қалады деп ойланатын болсақ, Алла тағала бізге соны беретін еді ғой. Үйіміздің абойына да, тамағына да, тойымызға да, машинаға да содан артылдырып, елдің пайдасына тиетін